Сіздерме балалар, здравствуйте, ребята. Балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы інім ән айтады. Ребята, сегодня тема нашего урока «Мой младший брат поет песни». Жаңа сөздер, новые слова. Ән айту, петь песню, әртіс, артист, қу, хитрый. Значит, ән айту, әртіс, қу. Ребята, выучите и сейчас вместе со мной повторите. Мен ән айтамын, сен ән айтасың, сіз ән айтасыз, ол ән айтады. Ребята, это окончание называется жіптік жалғау. Местоимение окончание. Біз ән айтамыз, сендер ән айтасыздар, сіздер ән айтасыздар, олар ән айтады. Повторите, выучите хорошо. Прочитайте. Ағам әртіс, ол қуыршақ театрында жұмыс істейді. Ағам қуыршақтарды сөйлетеді. Мой брат художник, он работает в кукольном театре. Мой брат заставляет кукол говорит. Так, ребята, еще раз прочитайте. Здесь второй тапсырма мәтінді оқу. Текст прочитайте. Менің атым Нұркен. Мен 3-ші сыныпта оқимын. Інімнің аты Нартай. Ол 1-ші сыныпта оқиды. Ол ән айтады. Нартай ән айтқанды жақсы көреді. Нартайдың дауысы әдемі. Ол ән үйірмесіне барады. Ініме ертегі ұнайды. Мен оған қу, түлкі ертегісін айтамын. Прочитайте текст. Меня зовут Нұркен. Я учусь в 3 классе. Моя братишка зовут Нартай. Он учится в 1 классе. Он поет песни. Нартай любит петь песни. Голос Нартая красивый. Он ходит на кружок пения. Моему братику нравятся сказки. Я ему рассказываю сказку «Хитрая лиса». Ребята, балалар 4-ші тапсырманы орындаймыз. Выполните задание 4-ші тапсырма, ребята. Жақсы балалар, сау болыңдар. Рахмет сабақ үшін. Спасибо за урок.